Қайырлы күн достар. Сіздермен Әйгерім. Сіздермен бірге бүгін мен орешки пісірудің тәсілімен бөлісемін. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 100 грамм құмшекер, 180 грамм, 200 грамм ертілген сары май, ұн, аз ғана тұз және қопсытқыш керек. Осылай барлығын араластырамыз. 1 шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқыш саламыз. Осының үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Қамыр өте тез болады, ұзақ уақыт қамыр илеудің қажеті жоқ. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 30 минут холодильникке қоямыз. Міне менің қамырым холодильниктен шықты. Осыларды бөлікке бөліп, осындай орешки пісіретін осындай вафельницаға салып пісіреміз барлығын. Осылай шарик-шарик етіп аласыздар. Яғни әдемі шығу үшін қызарған екен аласыздар осылай. Барлығын осылай пісіресіздер. Тез-тез қарап тұрасыздар, себебі өте тез оңай піседі бұл. Міне барлығын пісіріп болғаннан кейін арасына вареный сгущенка салып, осылай екеуін жабыстырып шығасыздар, жаңғақ тәрізді етіп. Міне достар, мен барлығын пісіріп алдым. Өте дәмді, өте оңай. Әсіресе балалар өте сүйіп жейді. Сіздер де істеп көріңіздер. Ұнаған болса лайк қоюды ұмытпаңыздар.